Мерекеге тура келе қаппыз. 1,5 миллиондық қалада миллион көліктің жүруі дұрыс емес. Қалада киіз үйлер көп. Яғни вьетнамдықтар бұл жерде СТО бизнесін жақсылап жолға қойған. Базар жоқ. 3 миллион 900 мың теңге. Кобальт деген модель атауының кирилл әрпімен жазылғаны. Монголия, Шыңғысхан отаны, палеонтологиялық жәдігері бітпейтін ел. Мал саны адам популяциясынан 10 шақты есе көп. Әлемдегі ең суық астана Улан-Батыр. Оның атын қойған біздің батыр бабамыз Тұрар Рысқұлов. Видеоның атауы неге Приустан? Бүгін білесіздер. Армысыздар, Қазколеса КЗ эфирде, ал көрейік. Наадам жыл сайын тойланатын дәстүрлі мерекелік этнофестиваль. Улан-Батырдың орталық стадионында керемет шоу көрсетіліп, спорттық сайыстар өтеді. Күрес, ат жарысы, садақ ату наадамның 3 тұғыры. Әйелдер қауымы тек қана садақ ату жарысына қатыса алады. Қаланың қақ ортасында 40 мың ақ үй тігілген. Мерекенің ашылу салтанатына бірнеше елдің президенті, лауазымды шенеуніктер, спорт менеджерлері келген. Бәсеке басталмай тұрып, Монголия жұлдыздары ән шырқап концерт қойылды. Жолымыз болып қасиетті мерекеге тура келе қаппыз. Наадам монголдар үшін Олимпиадада маңызды. Ғасырлар бойы тойланып келе жатқан мейрам Шыңғысхан заманымен ұштасады. Наадам сұмдық тойланады екен. Монголдар ұлттық киімдерін киіп алған, шетелден қонақтар ағылып жатыр. 10 күн демалыс, ештеңе жұмыс істемейді. Моңғол күресінде салмақ дәрежесі жоқ. Белдесу уақыты да шектелмейді. Қарсыласының белден жоғары дене мүшесін жерге тигізген балуан жеңімпаз атанады. Биыл үздік спортшыға су жаңа Lexus беріледі деп естідім. Энергетика саласында бұл мемлекет ежелден импортқа тәуелді. Путиннің соғысы салдарынан Ресейде басталған отын кризисі Монголияда шарпыды. Баяғыда әлдеқайда арзан тұрған АИ-92-ның құны 336 теңге. Ол аздай, бензин көп жерде табыла бермейді. Олжас Оқас, Ләмзәр Люсан, КТК. Монголияда мал шаруашылығы өте жақсы дамыған. Бүгінде төрт түліктің саны 60 миллионнан асып тұр. Баян-Өлгейге бара жатқан жолда шаруа қожалықтары жиі кездеседі. Тері өңдеу, түйе, қой жүнінен бұйым жасау әшейін сән ғой. Ауыл аймақтағылар УАЗикті ұмытты. Мал шаруашылығымен айналысатындар да Приус мініп алған. Атақта қазір шалқып жүрген монголдардың аталары УАЗикке мінген, әкелері УАЗикке мінген, өздері УАЗикте жасалған, оны білмейді. Толық жетек, артта техникамызға орын көп, қарнымен жер сүземе деп қорықпайсың. Ауыл аймаққа мал жайғанға керемет машина ғой. Мультимедиасы сенімді, сынбайды, өйткені ол жоқ. Я, достар, өмірде мынадан үлкен адам мүсінін көрмедім. Улан-Батырдан 56 шақырым жерде 40 метрлік атқа мінген Шыңғысхан ескерткіші орналасқан. Өнер туындысын жасауға 250 тонна норвегиялық болат жұмсалыпты. Айналасында 36 колонна, төбеге элеватормен шығуға болады. Шыңғысханның жанында цивилизация, кафе, ресторан, қымызхана, шетелдіктер қымбат көліктермен келіп жатыр. Ал біз мына әкең ауыз күйінге мініп алғанбыз. Өйткені клиренсі биік, тау-тасқа ыңғайлы. Боққа тықсаң да қыңқ демейді. Қалада қалай жүретінін қазір айтып берем. Меніңше УАЗикті 3 жыл айдасаң, бір аяғың екіншісінен қысқа болып қалады. Қала ритмінде үнемі сцепленияны басып отыру ыңғайсыздық тудырады ғой. Жасасын автомат. Механикадан әбден шыққаппыз. Ешқандай комфорт жоқ. Мультимедиа атымен жоқ. Құдайға шүкір кондиционер орнатылыпты. Панельде авария батырмасының жанында бір кружка пиваның түймесі.
Шетелдегі қазақтар туралы айтқанда алдымен Қытай, сосын Өзбекстандағы қандастарымыз еске түседі, иә? Монғолиядағы диаспора аз емес, 200 мыңнан асады. Бізді адамдар ғана емес, автомобильдер де қызықтырады. Бұл тұрғыда Монғолия таңғажайып. Қазақтар көп тұратын Баян Өлгейде ара-тұра уазиктер кездессе, Астанада мүлдем басқа картина. Жапон. Мұндағы көліктердің 90%-ы Toyota мен Lexus. Жапон автомобильдерін жанымен сүйетіндерге Монғолия жұмақ қо. Мұнда оң рөлді көліктерге рұқсат берілген. Импорт алымы небәрі 5%, НДС 10%. Бірақ қосымша акциз бар. Машина неғұрлым ескі болса, соғұрлым көп төлейсің. Мысалы, жасы 10-нан асқан 1,5 литрлі моторға $6000 акциз төленеді. Гибридке 50% жеңілдік. Моңғол ағайын жапониялық көліктерді аукционнан алып, Владивосток арқылы өткізіп жатыр. Жанындағы мына тұрған Эстиманы Улан-Батырда тіркеуге қоюға болады екен, өйткені жылы 2017 2,4 литрлік қозғалтқыш орнатылған, бағасы 5,700,000 теңге. Ал мынаған нөмір тағуға болмас. Өйткені машина 2008 жылғы, құны 29 миллион тугрик, теңгемен 3,9. Жапониядан оң рөлді RAV4 керек пе? Ондай да бар. 2019 жылғы 2,5 литрлі гибрид 78 миллион тугрик тұрады екен, біздің валютамен 10,130,000 теңге. Жас моңғолдың жаңа арманы ол Toyota Crown Athlete. Баяғыда олар Mark 290 100-не мініп ойқастаған. 2,5 литрлі гибрид 210 шанақта керемет сатылып жатыр. Екінші нарықта бірінші орында. Мынау сияқты сып-свежий. Кеше ғана Жапониядан келген нұсқа шамамен 60 миллион тугрик тұрады. Теңгеге шаққанда 7,700,000. Анау сияқты 2013 жылғы сәл ескілеуі 40 миллион тугрик, бұл 5,200,000. Айбай, баха қарасай қандай аппарат. Toyota Land Cruiser Prado 150-дің соңғы рестайлы 2021 жылға бағасы 16,600,000 теңге. Бұл түкте арзан емес, бірақ та состояниясы қандай, жағдай күшті ғой. Рөлі оң жақта өкінішке қарай. Қазақстанға әрине кіргізіп тіркей алмайсыз. Монғолия астанасы Prius патшалығы. Қандай керек? Ескі, жаңа, ұзын, қысқа бәрі бар. Toyotаның басқа модельдерде жетеді. Corolla, Fielder, Noah, Voxy, Probox, тағысын тағы. Prius Alpha бірінші кезекте Америка нарығына арналған, саудасы жүрмей бірнеше жылдан кейін өндірісі тоқтатылды. 5 орындық, 7 орындық нұсқасы бар. Минивэн тәріздес, ұзартылған универсал. Я, дұрыс сипаттадым. Достар, мені жолдағы тәртіп, дәлірек айтқанда тәртіпсіздік таңғалдырды. Моңғолдар мүлде ереже сақтамайды. Алдыңды қиып кету, қызылға өту, дистанция сақтамау оларға норма. Ол аздай кез келген жерде кері бұрыла салады екен. Жолдағы двойной сплошной моңғолға жай ғана 2 сызық. Алдыңғы орындыққа бірнеше адам мінгестіріп алатын айтшы. Улан-Батыр созылмалы бронхитке ұшыраған сияқты. Кезінде Алматыда сондай болған. 1,5 миллиондық қалада миллион көліктің жүруі дұрыс емес. Ауа лас. Кептелі сұмдық, қоғамдық транспорт нашар. Адамдар қаланың бір шетінен екіншісіне жету үшін 2-3 сағат өмірін кетіреді. Құрғақ сөз емес, нақты статистика келтірейін. Час пик кезінде қаладағы орташа жылдамдық 9 километрге дейін құлайды. Пробкамен күресу үшін бірнеше айла тәсіл қолданылды. 10 жылдан асқан машинаға Улан-Батырлық нөмір берілмейді. Мемлекеттік нөмірі 1 және 6 санына аяқталатын көліктер дүйсенбіде жүрмеуі тиіс. 2 мен 7-ге аяқталатын көліктер сейсенбіде сол сияқты кете береді. Бірақ та моңғолдар бұл тәртіпті елемейтін сияқты. Себебі айыппұл мардымсыз. 1300 теңге шамасында. Зауыттан шыққалы 10 жылдан асқан көліктер Улан-Батырда тіркеуге қойылмайды деп айттым ғой. Мынау сияқты арзан нұсқалар ауыл аймақтарға кетіп барады. Иә, бұл Prius C Aqua. Ең арзан нұсқа, ең бишара Prius деп айтуға болады.
30-дық Prius 2009 бен 2015 жылдар аралығындағы ең массалық гибрид. Моторы 1.8, моно жетек, никель металл гибридті батареясы 1.3 киловатт. Prius PHV деген 30-дық шанақ базасындағы қуатталатын нұсқасы. Электр қуатымен 20-25 км жүріп өте алады. Айрықша белгісі бампер мен диодты оптикасы. Ой, пырмай, оң рөлге Лондоннан кейін мінбегем ғой. Қандай болатын ұмыт қаппын. Prius деген латын тілінен аударғанда тұңғыш деген сөз. Расымен де бұл Toyotаның тұңғыш технологиялық қарлығашы. Әлемде ең көп сатылған гибрид. Бұған алғашында Голливуд жұлдыздары мінген. Сосын америкалық дамахазяйкалар. Қазір ақштағы мигранттардың сүйікті көлігі. Тіпті менің мақсат досым Калифорнияда біреуін сатып ап, ләззат алып жүр. Монғолияда Prius'ты арзан алуға болады. Қолжетімді 30-дық 1.3-1.7 миллион теңге арасында. Әсілінде ондай көліктер көп жүрген. Өзге елдер шет елден жүрген көлікті кіргізуге тыйым салып жатқанда, Монғолия керісінше әрекет етті. Оншақты жылдар бойы елде құқықтық нормативтік база гибридті автомобильді төмендетілген кеден ставкасымен кіргізуге мүмкіндік беріп келеді. Жергілікті көлік министрлігінің хабарлауынша, Монғолияда барлық транспорттың 45% гибрид. Елдегі автомобиль саны 1,5 миллионнан асады. Prius арзан және үнемді болғандықтан халықты қызықтырады екен. Көлік саудасында цифровизацияланған Қазақстан бір шама ілгері. Колеса KZ-те көлік тарихы батырмасы бар. Автомобилін сатқысы келетін азаматтар көлік тарихын қосса, шансы бірталай арта түседі екен. Колеса KZ автомобиль сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобиль қосымша жүктеп қолданамыз. Prius тек қана көтен таситын кедейдің көлігі деп кім айтты? Мінекей, көченің балдарын тауып алдық. Настиле, аэрография, пневмоподвеска, хром, стенс, музыка бәрі бар. Көченің балдары мұрда мұндай болшы емес. Біздің кезде жігіттердің көзіні жаш толшы емес. Қалай дарбаза зорма, ламбо стилінде ашылатын есіктер мен түрлі түсті алькантара жергілікті моңғол шеберлерінің жұмысы. Жоғарғы мұржалары фейк, зато музыкасы шынайы. Жүк салғышта кәртішке таситын орын жоқ. Мұнда толған динамиктер, бірнеше киловатт таза саунд, бірнеше монитор, көлік иесі тек қана музыкаға $10,000 тығып жіберін дейді. Бәрекелді, Tiffany түстес интерьері қандай, панельдің қақ ортасына дәу мониторды тық кеп жіберіпті. Рөлі ерекше, бір классикалық спорткарларды еске түсіреді. Төбеде жұлдызды аспан. Машинасын жақсы көреді екен иесі. Красавчик. Машина қатты жүрмесе де, қатты жүретіндей болып көріну маңызды. Ең бастысы стиль. Әрине, мына автокомпонент өндірушілердің бірде-бір деталі көлікте орнатылмаған. Мына нулевик кішкене жылдамдық қосады деп қояды, бірақ мен сеніңкіремеймін. Базар жоқ. Бастары әдемі екен. Бұл көлік иесін көршілері жақсы танитын болса керек. Көшеде тыныштық бермейді ғой мына машина. Жергілікті автошоуда приз алған болса керек, таблоға өзінің номинациясын жазып қойыпты. Иелерінен сұрадым, мына 30-дық Prius'тардың әрқайсысы о баста 2,700,000-нан алыныпты. Әрқайсысына 3 миллионнан астам теңге салынған. Қазір 5,5-нан кем арзан сатпаймыз дейді. Улан-Батырға келсеңіз, Засвар, Вьетнам Засвар деген жарнаманы көше бойында жиі көресіз. Жергілікті халық шетелдіктерге көбірек сенім артатын сияқты. Засвар деген жөндеу деген сөз. Вьетнам. Яғни вьетнамдықтар бұл жерде СТО бизнесін жақсылап жолға қойған. Алайда шетелдік пен жергілік мастердің айырмашылығы айтарлықтай болуы мүмкін емес қой. Бұл әшейін маркетинг айласы сияқты. Көлік жөндеу саласында шеберлердің деңгейін өлшеу мүмкін емес. Вьетнамдықтар арасында да қадап кететіндер бар деп ойлаймын. Алтайдың ар жағындағы үлгүйде қандастарымыз баянды ғұмыр кешіп жатқанын бала кезден еститінмін. Монғолияға бару арман еді. Улан-Батыр атауын әруағыңнан айналайын Тұрар Рысқұлов атамыз қойған Қызыл жебе романынан оқып білгем. Қазақтың көрнекті қоғам қайраткері 1924 жылы Коминтерннің Монғолиядағы өкілі ретінде Урга қаласын Улан-Батыр Хото, яғни Қызыл Батыр қаласы деп атауды ұсынған. Шаһар шырайлы, қоңыр салқын, айналасын тау қоршап тұр. Оның минусы да бар.
Тұрғындар қыста көмір жаққанда ауа қатты ластанады. Білесіздер ме, Қазақстан мен Моңғолия арасындағы қашықтық 100 шақырымға да жетпейді. Қалайша? Түсіндірейін, менің білуімше 100 шақты жыл бұрын оңбаған кеңес үкіметі мен қуық текеңдер шекараны шегендеу жиыны алдында бір күн бұрын қазақтың бас көтерер азаматтарын қырып салған. Сөйтіп өздері дастархан басында демаркация жасады. Әйтпесе Моңғолия мен қорамыз көрші болған ғой қашанда. Арамыз осылайша ажырады. Қазақстан мемлекет ретінде моңғолдарға озық технология, арзан шикізатымен емес, қарбызымен танымал. Я, дәл солай. Қызылорданың қарбызы қаланың ішінде, сыртында, тіпті мемлекеттік маңызды трассаларда сатылады. Қазақстан Тарвас сила. Зарна, ұққан шығарсыздар. Зарна деген моңғол тілінен аударғанда сатылады деген сөз. Приус бұл жақта құнды валюта. Жанында тұрған 2018 жылғы 51 шанақтағы Приустың бағасы шамамен 4,5 миллион теңге. Құны жазылмаған екен, бірақ та орта бағасын жергілікті колесадан анықтап отырмын. Қараңыздаршы, түрі қорқынышты ғой. Бұдан кейінгі шыққан 52 плагин әлде қайда әдемі. Қалай? Зор ма? Оптикасы бодрый, обвес моделиста. Кеше ғана Жапониядан келген бұндайдың бағасы шамамен 5,5-6 миллион теңге. Азақ жүрген 50 мың. Дисклері әдемі, салоны таза, шанағы бүтін, ләлә ғой. Ой пырмай, қазіргі жастар бұл көлік туралы естімеген, тіпті атауын білмейді. Оң рөлді Toyota Harrier. 2016 жылғы full option, яғни максималка. Зауыттан шыққалы 98 мың шақырым жүрген, құны базарда 8 миллион 200 мың теңге. Жоқ, достар, бұл Sienna емес. Siennaның бауыры немесе қарындасы Sienta. Toyotаның шағын компакт вені. Өте қызық машина. Жүріңіздер көрсетейін. 6 орындық шағын отбасылық минивэн, бағасы күлкілі, 30 миллион тугрик. Не ол? Әрине гибрид, мультируль, қысқы пакет, жолақта ұстау, климат контроль, круиз контроль, EV мод, 3 миллион 900 мың теңге. Архитектурасы әргелкі. Кеңес одағының сасық хрущевкалары биік ғимараттармен аралас. Қалада киіз үйлер көп. Мынандай картинаны байқадым. Элиталы, күшті тұрғын үй кешені салынған, жанында аласа киіз үйлер. Яғни жер иесі ешқайда жылжымайым десе, оған ешкім тиіспейді. Заң жұмыс істеп тұр. Мынау қызық ақпарат. Моңғолияда бал системасы жұмыс істейді. Жол көлік оқиғасына кінәлі азаматтардың рейтингісі 10 ұпайдан төмендейді. Көп күнә арқалағандар правадан айырылуы тиіс. Бірақ та бұны кім бақылап жатыр? Мәселені тиіммен шешуге болатын сияқты. Жол жөнекей кетіп бара жатып, мынандай сауда нүктесін байқадық. Chevrolet деген жазу көзге оттай басылды. Қазақстандағы бестселлер Моңғолияда сатылып жатыр. Зерттеп көріп едім, автобренд бұл мемлекетке 2 жыл бұрын кіріпті. Бағасын көрейік. Cobalt деген модель атауының кирилл әрпімен жазылғаны қызық оқылады екен. Улан-Батырда бағасы 55 миллион 555 мың тугрик, теңгеге шаққанда 7 миллион 200 мың. Кәдімгі 4 цилиндр, 1,5 литрлі атмосферник және 6 сатылы автомат. Байқадыңыздар ғой, халықтың бұл брендке, мына модельге қызығушылығы өте төмен. Шоурумда 3 түсі таңдауға беріледі. Ары қарай кеттік, мына модель туралы айтам. Бәрімізге жақсы таныс трекер, 125 ат күші, 1,2 литрлі турбо және автомат. Мына жерде құны 10 миллион теңге. Асаканың сапасы, есігі дұрыс жабылмайды. Жалпы бұл көлікті 2 жыл мінгем. Базалық комфорт бар, климат контроль авто режиммен. MyLink мультимедиа системасы, Apple CarPlay, Android Auto, мультируль. Бұлғары салон, ыңғайлы селектор, бірақ та машина тауға тартпайды, соны сынамады.
Дилерлік орталықта клиент жоқ, саудасы бәсең. Монголияда Chevrolet брендіне қызығушылық төмен. Ресми модельдер корпоратив паркіне арналған сияқты. Chevrolet'нің ставкасы осы. Соңғы кездері қаңғыған алып қашпа әңгімелері үшін қазақтар мен монголдардың арасы суып кетті деседі. Меніңше әлде кімдер ортаға от салып арандатпақшы. Ондайда ашу ызаға салынудың қажет жоқ. Кез келген кикілжіңді ақылмен шешкен халықпыз. Ұлттар достығы, ынтымақтастығы, бірлігі жасасын. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі жолы қай планетаның, қай мемлекетін көрсетейік, пікір жазыңыздар. Амандықта жүздескенше. Байырлала.